Тағы да ассалаумағалейкум ағайын, қалайсыздар, құрметті көрермендер. Мына маған келіп жеткен сұрақтардың бірі мына газ жайында айтшы дейді. Қанша ақша кетеді, мына темірді қаншаға алдың, қанша уақыт жағасың, бұл ақтай ма, ақтамай ма сұрақ осы. Ал бастайық. Мынау темірді верхний рынктан Шымкентте мен әрқайсысын 2,5 теңгеден алдым. 3.000 деп тұрған саудаласып 2,5-нан алдым. Осы үшеуін. Менде бұл газ кешкі сағат 5-тен азанғы сағат 7-8-ге дейін жанады. Бұдан осыны темірден үшеу, қалған анаяқта бір ультрафиолет бар. Балапандарға алдын көрсеткен болатын. Ультрафиолет күндіз-түн жанып тұрады. Ол өте аз жейді екен газды. Мыналар енді көптіреу жейді. Бұны кешкі сағат 5-тен азанғы сағат 7-8-ге дейін жағам. Қораның іші жылы, Аллаға шүкір. Осы айда газға маған 24.700 теңге келді. Бұл осы қораныкі бар, үйдікі бар, бәрі бірге. Тағы сұрақ, бұл ақтай ма? Мен осы көчіндерім бар. Бұлардың инкубациялық жұмыртқасын сатам. Соменен өзі шығып жатыр. Аллаға шүкір. Бір 90% дайын осы жұмыртқа сатып, осы газдың жаңағыдай шығын өтейді. Және одан кейін менде жақтан бройлер бар. Осы негізі бройлердің көптігінің арқасы деп ойлаймын. Жылу шығарады бұлар ше. Сонымен кішкене қораның ішінде бір жылы. Міне. Так. Одан кейін сұрақ маған күйіп қалмай ма? Мен баста күйді, енді қазір бірақ үйренді барлығы. Күйіп үйренді ғой. Особо не жоқ қазір. Ешқайсы жоламайды онша. Міне. Ең бастысы қора жылы. Негізі менің қорам үйімнен жылы. Сол үшін балапандар Аллаға шүкір бәрі жақсы өсіп жатыр. Тауықтар жұмыртқасын беріп тұр. Осы жылдың арқасында ана көчіндерім 9 мекеннен күніге 7-ден кем алмайым. Аллаға шүкір көз тимесін. Одан кейін кейде 8 болып қалады. Қуантып қояды. Міне бұл осы жылдың арқасы. Кейбір күндері 5 болып қалады, арасында болады. 5-4 болып қалатын кездерде болады. Но бірақ стабильно 7-ден беріп жатыр. Міне. Так, кешке қарай корм көбірек берем. Азанға тауысып қояды бәрін. Міне, осы ағайын жылу бойынша. Енді әркім өзі есептеп, өзіне аңғайлап, қорасына қарай. Мен қорам 4-20. 4-20 жылтып тұр ғой енді осы. Нормально ұстап тұр ғой. Сол үшін енді маған енді бұны қоймасам енді болмайын деп тұр. Сол үшін өзіме қойдым. Міне ағайын. Мына бірақ газды қалай істеуге интернетте бар екен видеолар. Қарап істеп алсаңыздар да болады. Мына басындағысы, мына жердегі газ жіберетіні сатылады екен базарда. 300 теңге, 400 теңге тұрады. Соны алып қоясыздардан 2 темір варит етіп істеуге де болады екен. Оны кейін көріп жатырмын уақыт болғанда. Осы ағайын. Видео ұнаса лайк басып, немесе дизлайк басып қолдап қойыңыздар, комментарий жазып, видеоны достарыңызға жіберіңіздер, таратыңыздар ағайын. Әр қазақ бай болсын, тауықшылықтарыңыз дамысын. Тек қана алға қазақ елі. Ал рахмет сіздерге. Сұрақтар болса жазыңыздар. Жауап беруге тырысамын.